расходы болу керек. Соған дайындаласыз. Енді клиент бұл клуб жабық клуб болғандықтан шақырған адамға ғана тіркеле аласыз. Шақырған адам сізге рефералдық сілтеме береді. Сол бойынша. Енді клиент болып кірген кезде ешкімді шақырмайсыз, тек қана өзіңіз саяхаттайсыз. Тыңдап отырсыздар ғой, да? Мен мұғаліммін, ұрсам қазір кішкене тыңдап отырсыздар. Клиент болып кірген кезде жаңағы, мысалға, Альбинаның командасына шақырған адамдарға тіркелдіңіз, содан кейін сіз $200 төлейсіз. $200 дегенге қорықпаңыздар. $200 дегеніміз неге көбейткенде орташа есеппен 460-қа где-то 92 000 теңге болады. Шымкент үшін бұл көп емес қой деп ойлаймын. Бізде $200 десе көп кетеді, 92 000 десе $200 жұрттар ойлайды екен, 200 000 теңге деп. Сондықтан қасына жазып тұр, мынау енді шамамен 92 000-дай теңге болады бар болғаны. Сосын сол 92 000 теңгенің жаңағы мына 200-дің $100 ол 44-45 000 теңге. Сол $100 100 бонустық бал болып көк түсті картаға түседі. Бонусный бал деп аталады. Неліктен? Себебі бонустық балды, бұл виртуалдық карталар, бұл бонустық балды отельді брондауға, курортты брондауға, сосын круизді брондауға ала аласыз. Бұлар ақша ретінде, нақ ақша ретінде шешілмейді. Сондықтан бонустық бал деп атайды. Мынау 100 бонустық бал бір рет қана төленеді кірген бойда осы клубқа кіргеніңіз үшін. Бонус активация. Так, бұл көк карта, көк түсті карта кабинетіңізде тұрады. 25%-ға дейін жеңілдік береді. Отель мен курортты брондағанда. Мынадан отель, курорт. Көрінеді ғой, да? Енді келесі $100 конвертация жасайды. Бұлар виртуалды карта, сондықтан ол конвертация жасап 200 болады бонустық бал. Яғни екі еселенеді. Бұл алтын түсті карта болады. Алтын түсті карта сізге 50%-дан 100%-ға дейін жеңілдік береді. Круизді брондаған кезде. Мынау жеңілдіктер. Түсінікті ғой, да? Қыздар? Халық? Келіңіз, мен қасыма келе салыңыз. Түсінбей жатыр ма? Орынға тасып тұрсыз. Наққа келсеңіздерші бұлеңіз. Айта берейін бә? Так, сонда мінекей екі карта, екеуі де виртуалды карта. Кабинеттеріңізде тұрады ашылған аккаунтта. Жалпы инкрузис деген бұл интернет платформа. Мысалға, авиабилетті алғанда авиаселстен аламыз. Железнодорожный билетті алғанда өзінің несі бар ғой, платформасы. Сосын Uber деген такси уже международный, шетелде жүргенде де Uberменен жаңа заказ беруге бар. Яндекс, InDriver деген бар. Олардың біреуінің де таксилері жоқ. Олар, наоборот, сол жаңа жүйе арқылы таксистермен келісіп, халыққа қызмет көрсетеді. Сол секілді біздің инкрузис компаниясы да бұл интернет платформа. Сол интернет платформа арқылы сіз круизді үйден отырып, неше күнге барасыз, қай уақытта барасыз, нешеге салып кетесіз қасыңызға, соның бәрін өзіңіз жоспарлайсыз. Енді мынау мінекей, сонда сіз деген $200 салып кірдіңіз, сіздің картаңызда уже $300 бар. Мынау сіздің саяхатқа жинақтағаныңыз. Бүгін 24-і бүгін, да? 24-і уже сіз деген $100-ыңыз алтын картаға түсті ғой. Сізге уже жинақталды мінекей 200 болып. Конвертация жасады, 200 бонустық бал. Так, енді келесі 24 май күні сізге тағы да $100-ның есеп шоты келіп тұрады. Бұл деген клуб қой, кәдімгі, қалай деп айтсам екен, жилстрой банк болды ғой. Содан адамдар депозит ашты да үй алу үшін салды ғой ақшаны. Сол немесе профсоюз болды біздің кезімізде. Профсоюзның взнос төледік. Партиялар партийный взнос төледі. Мынау клуб қой, сондықтан бұл оның жарнамасы. $100-дан кем демес, артық демес. Мына $100 қайдан шықты десеңіз, ғылымдар, осы менеджерлер жаңағы есептеген американский компанияда жер бетінде орта есеппен алғанда орташа тұрмысы бар семья $100-ды үнемдей алады екен. Отбасының шығынынан. Соған есептелген.
Енді май айында $100 тағы да 200 болады. Бонусный балл. 200 бола ма? 200 бола береді. Еселене береді. 24 июнь мінекей. Тағы да $100 есепшоты келіп тұрады. Өзіңіз картаңыздан төлейсіз. Виза, мастер Каспийдің картасынан, сосын Жусан банк керек па, Народный банктен төлей беруге болады. Тағы да еселенеді міне, 200 болады. Бонустық балл. Сонда мінекей көп адам баратын болса, жаңағы кішкене жинақыраған жақсы. 5-6 ай, 7-8 ай. Егерде 2 адам баратын болса, осы 3 айдан кейін 3 ай бұрындап қоюға болады, тиімді. Так, ал былай енді ақша бар болатын болса, прям бүгін кіріп, уже бүгін бұрындауға болады. Ана 200 бонусны мына алтын картадағын бірден береді, қалған ақшаны өзіңіз сала қоясыз да, июль айына ма, августке ме уже шығып кетуге болады. Так, енді қарайық, мінекей сіз 3 ай салдыңыз, $300 қалтаңыздан шықты. Менің 300 дегенім. Так, сіздің кабинетіңізде алтын картада қанша тұр? 600 бонустық балл тұр міне. Енді жаңағы инкрузтың парақшасының ішінде аккаунтта уже толып тұр круиздар. Соның ішінен таңдайсыз, сонда $1200-ға 2 адамға круиз табуға болады. 7-8 күндік, мысалға мейлі Дубай жақ болсын, мейлі Европа болсын. Мен неге 1200 деп алып тұрмын, бұл орташа есеппен. Себебі каюта деген 4 түрлі болады. Ішкі каюта, терезесі бар каюта, балконы бар каюта, сосын каюта сүйеті деп аталады. Соған байланысты каюталардың құны қымбаттайды бірте-бірте. 2 адамға көрсетіліп тұрады. Сонда осы $1200-дің 50%-ын сіз мына алтын картадан аласыз міне, 600 бонустық балл. Келесі 50%-ын наличкамен төлейсіз, нақ ақшамен. Мынау $600, шамамен 300 мың теңге. Енді сіздер айтасыздар ғой, сонда пайдасы қайда бұның деп енді? Қайда 25%-ын деп? Енді қарайық. Міне сіз деген $300 салдыңыз 3 айда. Сосын міне $600 наличка салып тұрсыз. Наличка нелер Қытайдан келген, Монголиядан келген қазақтар Алматыға барғанда көрдім, наличканы аударады екен, нақ ақша деп. Сіздер нақ дейсіздер, Шымкентте, сөйлеп айтасыздар ма? Наличка дейміз ғой, олар нақ ақша дейді екен, мені үйретті олар. Так, $300 3 айда салдыңыз, сосын $600 салдыңыз үстінен, өзіңіздің қалтаңыздан. Сонда сізден шықты $900. А мына круиздің құны қанша? 1200. Сонда 1200-ден 900-ді алып тастаймыз. Қанша? $300. Міне $300, 1200-дің жаңағы $300 дегеніміз неше пайыз? Үнемдеу 25% жеңілдік. Үнемдеу деген осы. Сіз егерде турагентстводан немесе сайттан, біздер енді Қазақстан ала алмайды, біздер себебі үшінші елге жатамыз әлем бойынша, үшінші деңгейдегі. Мына CIS-тің құрамындағы елдер, олар сайттан тікелей сатып алалады. Сатып алалады олар. Сонда мына қақ бірде болып тұрады 1200. Бірақ та, сіздер көріп тұрсыздар, 1200-дің 2 адамға арналған 7-8 күндік круизін бар болғаны $900 аласыз. Үнемдейсіз, $300 деген, бұл 25% үнемдеу. Сонда клиент болып кірсеңіз, ешкімді шақырмайсыз, отбасыңызбен бірге жылына 4 рет 25% жеңілдікпен круизге шығуға болады, немесе 25%-ға дейінгі жеңілдікпен 10 күн сайын отель мен курортқа баруға болады. Енді қандай сізге пайдасы бар, соны айтайын. Мына жерде түсіріп аласыздар ғой, да? Пайдасын берейін, пайдасын айтайын. Клиенттің пайдасы. Біз сіздерге ұсынған нәрсе сізге пайдалы болу керек. Адам пайдасын көрсе ғана келеді ғой, пайдасы жоқ болса келмейді ғой. Я соны айтамын. Так, енді клиенттен қандай пайда көреді? Клиент. Мынау пайдасы. Так, біріншіден сіздің салған, жаңа круизге деп салып отырған $100-ыңыз екеселенеді, 200 бонустық балл болады. Сіз деген қай банкіге ақша салсаңыз да,
Сіздің салған 50 мыңның үстіне ешкім 50 мың қоспайды. Қызым бірдеме айтып отырсың ба? Так, $100 екі есеге. Мынау бонусный балл, бұл шешілмейтін ақша, бұл круизге жұмсалады. Шешілетін ақша туралы айтам қазір. Екінші пайдаңыз, бір семьядан бір адам ғана клиент болып кірсе, әйелі немесе ері, қасына каютаға 3 қонақ алып кете алады. Жинаған бонустық балына 3 қонақ. Бір кісі кірсе жарайды отбасынан. Так, үшінші пайдасы, так, манағы $600 наличкамен салдыңыз ғой, төледіңіз ғой жаңа $600 наға ақшамен. Сол ақшаңыз қайтадан 600 бонусный балл болып көк картаға қайтып келеді. Мынау көк картаға түседі. Мана көк картада 100 болды, енді соның үстіне мына 600 қосылады, сізде мына жерде 700 болады уже. Сонда мынау жаңағы 25%-ға дейін жеңілдік беретін көк картаға түседі. Сіз бұл ақшаны жаңағы мына $600 жаңа круиз сатып алғанда төледіңіз ғой. Сол ақшаңыз сіздің көк картаңызға қайтадан қайтып келеді. Сонда кэшбэк дейді ғой жастар қазір мысалға. Сонда сіздің мына көк картадан отель мен курортты бұрындаған кезде мына ақшаны уже екінші қайтара пайдаланасыз. Шығын жоқ мұнда. Енді төртіншісі, бір шыққан кезде отбасыңызбен бірге жаңағы 3-4 елді көресіз, 5-6 қаланы көресіз. Мен мына 5-шісін үлкен кішілер келіп жатыр екен, айтайын дегенім, каждый саяхатқа шыққан сайын 20 жасқа жасарасыздар. Себебі саяхатқа шыққан кезде мына біздің басымыз деген компьютер сияқты ғой, толып тұр ғой ішінде. Әртүрлі баланың жағдайы, немеренің жағдайы, қарттың жағдайы деген нәрселер. Мен мысалға есімде ең бірінші шыққан кезде Серванияз деген арал бар, Парсы шығанағында. Сол аралға шыққан кезде күн ұзаққа суға түсесің теңізде, тамақтың бәрін жағаға әкеліп қояды. Сендер болған боласыңдар да? Болды. Емесе World Европа деген 24 қатарлы лайнер, 8 мыңның үстінде адам бар. Сондай элиталық саяхат. Мен соған, біздер 6 каюта бардық. Күйеу балам бір каютада семьясымен, мен жиеніммен бір подружкамды алып бардым 70 жастағы. Менің подружкаларым картунет, оралдағылар. Оларға мен барып круизді айтайын десем, олар 3 жерге бөлінеді, 5 кісі сәниясен қоя тұршы. Мынау біздің круизіміз дейді, карта соғады, өшке ойнайма бірдеме. Мен отырам қастарында ойнамаймын. Мен кетем, офиске барам, қазір презентация берем деп. Сосын айтам, ал қыздар, менің жүргеніме 5 қайтара саяхатқа шықтым, менің жүргеніме 5 жыл болды. Сендер әлі шыққан жоқсыңдар, ешқайда. Ал кім барады менімен бірге? Тек қана самолетке билет алыңдар, каютадағы бүкіл орынды мен берем, мен төлейін дегенде, сонда бір кісі шықты, қол көтеріп, Светлана Мұғалбаева деген. Мен барам деп. О, ләззат! Қош келдің. Сол кісіні бірге алып кеттім мен. Сонда ол деген кішкентай ғана өзі билейді, өлең айтады, активный картуне айтады, сондай. Жаңағы курстасын бірге бітірген, 70-тегі. Сол деген лайнерге кіргеннен кейін айтады ғой, Сәния, сенің айтып жүрген рас екен ғой. Мынау деген мүлде басқа әлем ғой мынау деген. Біз деген мынаны көрген жоқпыз ғой, мынандай деңгейде деп. Сол лайнерде жүргенде Катарда партнер болып жазылды. Менің пенсиям түсті, 135-ім ғой, мен қазір төлеймін. Енді мен тумаларымды шығарамын, сіңлімді шығарамын, немерелерімді шығарамын, сенен қалмайын деп. Сол барып келген подружкам, қазір партнерім. Ақтаудан сіңлісін қосты. Соны айтқым келеді. Сонда жалпы мына пайдасы, сол бір саяхат, бір университетті бітіргенмен бірдей шетелді көресіздер. Қалай халық демалып жатыр шетелдегі, қандай тұрмыс көріп жатыр, қандай әдемі жерлер бар, қалалар бар, қалай дамып кеткен, соның бәрін көзіңден көресіз. Сонда пайдасы, сіз мінекей 20 жылға жасарасыз. Бері қарай келіңіздерші. Бер, мына орып тұр, отырып алыңыздар. Қысылып отырып алыңыздар, бер келіңіздер. Мынау мінекей пайдасы, айтып тұрған клиенттің пайдасы. Түсінікті болар деп ойлаймын сіздерге де. Сәлеметсіз бе? Мен күшті жерін айтып қойғанда келгендерін қарашы. Қайтадан айта салыңыз. Қайтадан осынысын айтып жіберсеңші болмаса. Подругаңызды апарғаныңызда.
подругамды апарғанда айтайын. жоқ мына есебінен бастап айтыңыз да. Жақсы. Құрметті қонақтар, құрметті нағыз қазақтар, қош келдіңдер. бір сағат өткеннен кейін нағыз қазақ қайда десең Шымкентте екен нағыз қазақтар. Бұл саяхатшылар клубы туралы айтып жатырмыз. Енді саяхатшы болып, егерде шақырған адамға тіркелсеңіз, бұл халықаралық саяхатшылар клубы, американдық Incruises деген. Мына туризм саласына келгеніне 7 жылдан асты. 203 елге тараған, әлем бойынша құрамында миллионның үстінде адамдар бар. Күніне 300-дей адам лайнерге 25%, 50%, 100% жеңілдікпен отырады. Құрамында қазіргі таңда 21 акционер бар, 2 амбассадор бар, жоғарғы статусқа жеткен. Бірінші амбассадор Антонио Мартинес деген Испаниядан, екінші амбассадор Қазақстаннан, біздің жерлесіміз батыстан шыққан Сұлтана Ахметжанова. Ол кісінің фамилиясы Шаймарданова болды, қазіргі кезде тұрмысқа шықты, фамилиясы өзгерді. Осы Қазақстанға 2017 жылы Инстаграм арқылы Incruises компаниясын алып келген адам. Енді мына компанияға кірген кезде как клиент болып кіруге болады. Отбасынан бір кісі кірсе жарайды. Или мамасы, или папасы, или баласы, например. Сосын $200 кіреді. Басында клиент ол 92 000 теңге. Сол жаңағы 92 000 теңгесі 2 картаға түседі. $100 100 бонусны балл болып көк картаға түседі. Келесі $100 2 еселенеді, яғни конвертация жасайды. 200 бонусны балл болады. Сосын ай сайын $100 есеп шоты келіп тұрады. Сол есептерді толтырып отырасыз. 3 айдан кейін 2 адамға, 3 адамға круизді брондап, Дубайға барасыз ба, Азияға барасыз ба, Европаға барасыз ба. Бізде Америкаға туристік виза алуға болады 10 жылға арналған. Соған Японияға барасыз ба, Меккеге де жол ашылып жатыр осы Incruises компаниясы арқылы. Круизді бастамастан бұрын жаңағы Меккеге 3 күн жаңағы міндетін орындап, сосын лайнерге мініп қайтып келуіңізге болады. Немесе Саудовская Аравия, Иордания, Египеттен басталатын круиз бар, Джида қаласынан. Сол Джида менен Меккенің арасы барып келген кісілер болса айтады, жаңағы 100 километрге жуық, 2 сағаттай таксимен барып келуге болады Меккеге. Сонда таксиге шығады екен, бар болғаны баруға 9 000, қайтуға 9 000 теңге, 18 000. Қастарыңызда жаңа қарсылайтын, соны үйрететін, ол Меккеге баруға адам дайын болу керек, ол оңай шаруа емес қой. Оған адам дайын болу керек. Соған барып келуге болады. Сосын Яму деген қалаға тоқтағанда екінші күні Медина жақын екен. Мединаға жаңағы Мұхаммед пайғамбар алейкумассалам жерленген. Сол кісінің жаңағы басына да баруға болады екен. Арасында жақындық бар. Біздің көп адамдар мысалға Меккеге бару біздің арманымыз. Мысалға сол Incruises компаниясы арқылы әрі ақша табу арқылы мүмкін болады екен. Сонда клиент болып кіргендегі бірінші пайдаңыз әрі ай сайын салған саяхатқа деп саласыз, өзіңізге, өзіме, отбасыма деп. Сол салған ақшаңыз екеселеніп отырады, 200 бонустық балл болып. Бонустық балл деп аталады, себебі виртуалды картада тұрады. Бұны шешіп алуға болмайды. Бұл ақшаны тек қана круизді брондауға жұмсайсыз. Екіншіден, отбасынан бір ғана адам кірсе, қасына 3 қонақ алып кетуге болады. Сол жинаған бонустық балына жетпегенін қалтасынан төлейді. Қалтасынан төлеген ақшаңыз 50%, 2 жылға дейін 50%-ын қалтаңыздан төлейсіз. Сол кезде мына қалтаңыздан төлеген ақшаңыз 600 бонустық балл болып, көк картаңызға қайтып келеді қайтадан. Сосын бір шыққанда 3-4 елді көресіз, 5-6 қаланы көресіз. Сосын қосымша жазып қойдым, менің жасым 70-те, әр саяхатқа шыққан сайын мен жаңағы 20 жасқа жасарам. Келген кезде көрем, өзімнің деңгейімді, көңілімді, сондай жақсы жүрем, денсаулығым да жақсарады. Себебі лайнердің ішінде ішетін тамақтарыңыз жаңағы теңіздің тамақтары, теңіздің ауасы бізге ел жетіспейді ғой енді Қазақстанға. Сондықтан жаңағы саяхатқа шыға бергім келеді. Сосын саяхатқа барған кезде сервис дейді, яғни обслуживание высшего классы. Сізді сол лайнерге кіргеннен бастап хан мен қаншайым секілді күтеді. Сондықтан қай жер жақсы қарсылайды, сол жерге бара бергім келеді ғой қайта-қайта.
Сондықтан қан мен қаншайым болғыңыз келсе, инклюзивке келіңіздер деп айтқым келеді. Енді ары қарата партнерский программаны өзің айтып бер. Сұрақ қоюға болады? Болады. Қай жерден кетеді? Турциядан ба? Қай жерден? Жақсы. Ана кабинетке кірген кезде, кабинетке сіз деген әуелі жаңа таңдайсыз. Сізге қандай круиз керек? Ертерек керек пе, айдың басы, аяғы, немесе қымбаты керек пе, арзаны керек пе? Бір. Сосын 150 мың бағыт бар. Мысалға, егерде Турция, Греция, Израиль, Кипр деген бағытқа шықсаңыз, онда портты таңдайсыз. Стамбул, Кушудасы деп. Сосын күндері тұрады, неше күнге барасыз? 7 күн, 8 күн, 9 күн, 14 күн, қазір даже кругосветный путешествие бар. Өтетін. Соны таңдап аласыз да, сосын поиске қоясыз іздеуге. Сонда круиздер шығып тұрады. Қақы 2 адамға көрсетіледі. Сосын ары қарата басып ішіне кіргеннен кейін адамдардың санын, үлкен кісі бар ма, бала бар ма өзіңіз қосасыз. Сосын бір жақсы жері, егерде жасыңыз 55-тен асқан болса, сондай адамдарға скидка беріледі. Мен өзім бұрындағанда көрдім. Сонда әртүрлі линияға байланысты 250 бонусны балл, 370 бонусны балл үлкен адамдарға скидка беріледі. Қанша жастан бастап? 55-тен. Сонда біз Шымкенттен Стамбулға барамыз ғой, иә? Сонда сіз әуелі круизді қарап отырасыз, сосын ноутбуктен параллельно жаңағы авиаселс, авиатын ашып қоясыз. Сосын егерде біз барып келдік былтыр неде, августте барып келдік. Шымкенттен Стамбулға біз ақшаны өз қалтамызға. Иә, авиабилетті өзіңіз аласыз. Қалтаңызға расход жолға жүретін 150 мың теңге ақша алып кетесіз. Себебі лайнерге кірген кезде бәрі тегін, жататын орныңыз, ішетін тамағыңыз, ойын сауықтар. Бірақ та лайнердің ішінде жаңағы сізге қызмет көрсететін жұмысшылар бар ғой, солардың жалақысы бар. Мысалға ресторанға барсаңдар 5% ба, 10% ба обслуживание салады ғой, сол сияқты сервисный сбор бар. Біздер соңғы барған кезде, емесе болып Европада 7 түн 8 күн болдық, сонда кісі басына 10 евро. Яғни мен 70 евро төледім. 35 мың теңге. А обслуживание в высшем классе, соны төлейсіз, как чаевые сияқты. Сосын интернет сатып алдым, мен қызға айтайын ба? Мен осы жерінде қарап жүрмеймін, мына соцсеттің бәрінде бармын, маған жұмыс жасау керек. Отыра алмаймын, Твиттерде жоқпын тек қана. ТикТокта да бармын. Немерелерім айтқан, әже кірмейді ТикТокқа. Ертең балдар күледі бізге деп. Мен айтамын, күле берсін бейли, мен жаман нәрсе айтып жатқан жоқпын ғой. Анда кісілер көп отырған жұмыс жасаймын мен деп. Сонда неге кірдік қой, лайнерге кірдік қой, Дубайда тұрды ғой 2 күн. Сосын пакет, интернет пакет 167 евро на 7 дней. Где-то 88 мың теңге ойлаймын, қымбаттау болып тұр да, пенсиямның почти бәрі кетейін деп ойладым да. Сосын әрбір қалаға шыққанда Wi-Fi толып тұр ғой, Wi-Fi қай жерге барсаң. Сосын портқа барып Wi-Fi'да отырамын, қарап отырмаймын ғой енді. Сосын 2-ші күні болды, Дубайдан кетеді лайнер. Лайнер уже қозғалып кеткен, күйеу бала қызым тамақ ішіп отқан жиендер. Сосын күйеу балам айтыпты, сенің шешең қайда? Ол гәміл портта қалып қойды сенің шешең. Неден шықпайды, соцсеттен шықпайды деп. Бірақ та қарасам сатырлап қызым мен немерем жүгіріп жатыр, жиенім. Апа жүр, біз саған интернет алып береміз, тек шықпашы, жағаға шықпашы деп. Сосын барып 147 евроға интернет алып бер. Сосын жаңағы лайнердің ішінен Инстаграмдан тікелей эфир жүргіздім. Балдарым мен немерелерімнің жаңағы мен пайда көрдім. Соны айтқым келеді сіздерге. Сондықтан қатарластар, орта жасқан адамдар кішкене өздеріңіз ойлап, смелый болыңыздар. Мен үйде әуелі осында кіргенде бәрін отырғызып қойдым. Қарт, балдар, қыз. Сосын айттым, сіздер мені жылына 2 рет шетелге жібересіңдер ме саяхатқа? Мен сендерді асырадым, бақтым, қақтым, от звонка до звонка отработала. Үндемейді ешкім. Ал жақсы онда дедім, онда мен өзім жіберем онда дедім. Кей уақыттарда сондай шешім қабылдауға тура келеді. Сондықтан бүгін келген қонақтар, жастар болсын, орта жас болсын, мен секілді үлкендер болсын, кішкене шешімді тез қабылдаңыздар, батыл болыңыздар. Біз батыл болмасақ, біздің арманымызды кім орындайды? Балдарға қазір мені бәрі жақсы көреді. Дені сау, ақшасы бар әже, мама, ене, құдағай, подружка бәріне керек. Сондықтан өздеріңіз бағалаңыздар. Саня апа айтады, керемет.
бұл кісіні көрген ғой, шарбарланып жүреді ғой. Сен Альбина дейді, Шымкентте бәрі көйлек киеді, бұл жақта шалбар киіп, көйлек киіп келді сендерге. Сіздерден ұялып, орамал тартып, басыма үстіме көйлек киіп келдім. Орамал тартып келген ғой жаңа. Еще өне ойнап, бірақ немен жүрем. Шалбармен жүрем, өне ойнап, сосын ойлаймын, Шымкенттің кісілерге айтады. Нәпнен кісі көйлек кимеген естеп, бір көйлегім киіп келдім енді, А сонда қарасам, мен бұл кісі өйстіп деловая көрем, қарасам орамал тартып елді сыйлау керек қой, елді халықты сыйлау жаңағы лайнерге барған кезде енді құдай қаласа әрқайсыңыз лайнерге бару жазсын бұйырсын, тек қана сіздің шешіміңізге байланысты ғой. Сонда мысалға мен командамда неше түрлі, біздің командамызда неше түрлі адамдар бар, я, егер инкрузис болмаса вообще шетелге шыға алмайтын адамдар бар. Мысалға Индира деген қыз бар, 5 бала шағасы бар, күйеуі қайтыс болып кеткен, айлығы 120 мың теңге. Ол 2 миллион, 1,5 миллион теңге төлеп тұрып бара ала ма? Бара алмайды ғой. И сол сондай Қарағандыдан жаңағыдай 110 мың теңге пенсионер сондай апа бар, сонда ана есіме түсіп жатыр, сервис. Неше түрлі адамдар болған ғой. Қарағандыдан еще тағы бір кім Гүлбану өмір бойы домохозяйка болған, бірге бардық, сөйтіп ресторандарға барсақ ше. Ана официант келем дегенше бірінші жинап қояды ғой бәрін. Ей, Альбина қойшы деп. Отельге тоқтасақ, кетіп барады, босай, такси кеп тұр десем, ана постельдің бәрін жинап өліп атады ше, потому что ана бәрін шашып үйренбеген ше, шашып кете бересің, сен артынан келіп тап-таза жинап кетеді. А жаңа екі апам, Альбина біз ана ваннаға кірсек, аппақ сүлгін төсеп қоя береді, төсеп қойды, оны алып қоямыз. Не деп сенде олар ана нені түсінбей жүр. Ана аяқтың астына қоятын постель, нені, полотенцені. Сонда қазір қараймыз, командамызда ақшасы бар адамдар да бар, ақшасы жоқ адамдар да бар, но уже круизға барып келген адамдар бар. Доступный, да? Айтам қазір. И мына компания айтқан кезде, маған кемені бәрін айтты. Бірде-бір адам тіркемесең де саяхатқа барасың. Точно ма? Бірде-бір адам тіркемей ма? Бірде-бір адам тіркемейсің. Сосын бәрін айтып болғаннан кейін болды дейді. Содан кейін мен айтам да алқамысқа. Адам тіркейтін жағын айтсайшы десем, айтайын ба дейді. Я айт деді. Потому что осының сетевой болған ұнап кетті ше. Өйткені егер сетевой болмаса, тек қана қыдырып барып келесің, болды, ары қарай доход жоқ еді. Ал мына жерде сетевой болғандықтан бұл жерде доход бар да. Қараңыз, клиент $200 тіркеледі, я? $200. Ал партнер $295 тіркеледі. Вообще тіркелу бесплатно. Мынау сіздің өзіңіздің жаңа көк карта, сары карта туралы айтты ғой апа, я сол сары картаға, көк картаға салатын ақшаңыз. Егер сіз ол мынандай екі картаны толтырмасаңыз, көк карта мен сары картаны, алтын картаны толтырмасаңыз, онда сіз саяхат бронь жасай алмайсыз. Демек, мына жердегі ақша ол сіздің өзіңіздің саяхатыңызға жұмсайтын ақшаңыз. Қараңыздар, сіздің тура клиенттікі де партнердікі екеуінің условиясы бірдей, бірақ партнердікі $95 бұл компанияға договор. Мен артынан адам жазам, 50% скидкамен, 100% скидкамен саяхаттағым келеді, мен артынан адамдар тіркеп ақша табам деген договор. $95 осы компания кетеді. Ал бұл жерде $200, опять же, көк картамен сары картаға $200, көк картаға $100 болып сіздің картаңызға түсіп отырады. Бізде Дубайға барған кезде арабтармен танысып қаламыз, қыздарымыз ғой енді, подругамыз екеуміз, деп түсіп жатсақ, бір араб күшті машина келіп тоқтайды. Такси, нет, десек, нет, танысайық, давай қыдырайық десек, Ержан деп шақырып алғанбыз ғой. Ержан келеді, ана араб ешнәрсе дей алмай қалады, бізді қыдыртады ше. Оңы қыдыртады. Ертесіне тағы да қыдыртады, содан кейін біз Ержан арабша сөйлейді, мен ағылшынша барымызды салып түсіндіріміз, кемені мінбеген. Мысалы, Дубайда таныссаңыздар, олар көбісі мінбеген кемеге әлі аха. Сонымен қызығады. Ертесіне спортивный киініп, рюкзак асылып келе, мен де барам деп ше. Бірақ ақша төлеп тұрып, араб қой, міне алмайды. Потому что алдын ала осылай картамен бронь жасалмаған. Сол үшін мынау сіздің өзіңіздің круизіңізға жұмсайтын, саяхатыңызға жұмсайтын ақша. Компанияға бір жаққа кетіп қалатын ақша емес. Или мысалға инвестиция салып, бір 10 жылдан кейін алатын ақшаңыз емес. Аласыз, саласыз, 3 айдан кейін, 4 айдан кейін уже броньдап саяхатыңызға жұмсайтын ақшаңыз. Осылай, мына қараңыз. Міне, мен
давайте клиент туралы айттық. Клиент сіз тіркелесіз, саяхатыңызға ақша саласыз, саяхатыңызға барып келесіз, болды, все. Сонымен әңгіме бітеді. И ары қарай келесі жылына 2 рет, 3 рет саяхаттасаңыз болады. Өзіңізбен бірге тағы да 3 адам. Мысалға біз бұрын саяхатқа барып жүрген кезде ол жерде біз үлкен жастағы адамдарды мүлдем көрмейміз, и балаларды мүлдем көрмейміз. Ал сіз лайнерге барсаңыз, үлкен жастағы апалар, әжелер өте көп болады, и балалар да өте көп болады. Өйткені ол кісілерге жағдай өте керемет жасалған. Сосын балаларға 18 жасқа дейін, 17-18 жасқа дейін бесплатно. Ол жерде портовый сбор, страховка ғана төленеді, қалғаны бесплатно. Ойлаңызшы, мысалға, біз бұрын балаларымызды алып кетеміз деген кезде бізде уже 7 жасынан кішкентай бала жоқ, балаларымыздың бәрі үлкен. 7 жасар балаға кәдімгі мен 750 мың теңге төлесем Шри-Ланкаға, 7 жасар балаға также 750 мың теңге. Поэтому біз балаларымызды апара алмағанбыз. Ал мынау балаларымен қыдырғанға, саяхаттағанға мықты мүмкіншілік. Клиент сонымен тек қана қыдырасыз, все бітеді, ал партнер ол өзіңіз тіркелдіңіз, $295, сізде $95 компанияға кетті, сіз артыңыздан адам шақыруға мүмкіншілігіңіз бар. Сосын айттық қой, клиент, мысалы $200 мен тіркелді, келесі ай $100, арғы ай $100, ал сіздің $100-ыңызға компания $100 қосып беріп отырады, сіздің бонусный балыңыз $200, $200 көбейіп отырады. Ал енді мына жерде партнер, егер сіз өзіңіз сияқты саяхаттайтын 5 адамыңызды шақырсаңыз, 5 адамыңыз өздерінің счеттарына, саяхаттарына ай сайын өздерінің $100 салып отырады. Демек сіз ай сайын компанияға $500 оборот жіберіп отырасыз. Компания сізге счетыңызға $200, бірінші айтайық, $200 счетыңызға салады. Демек сіз $100 салу деген нәрседен құтыласыз. $100 салмайсыз, сіз безоплатник боласыз. Осы кезде сіз еще $250 ақшаңызды теңгелей шығарып аласыз. Мына жерде біріншіден 5 адам тіркелдіңіз, осы апта қараңыздаршы, осы апта тіркелдіңіздар, давай, бар ғой, барлық адам саяхатқа барғысы келеді. Мысалға айтыңыздар, сіздің қанша танысыңыз бар? Әпке, переклепке, қанша танысыңыз бар? Телефонда 500, 600, 1000 танысымыз бар, соның қаншауы кемеге мінген? Мінбеген, қалай ойлайсыз, сол телефондағы 1000 танысыңыздың ішінде 5 адамға саяхатқа барғысы келе ма кемемен? Болады, просто информация беру керек. Егер сіз осылай осы аптада тіркеліп, 5 адамды өзіңіздің артыңызға тіркеп үлгерсеңіз, келесі аптаның басында, келесі айдың басында $250 шығарып аласыз. Демек сіз почти өзіңіздің тіркелген ақшаңызды сразу шығарып аласыз. Біз жолдасымыз екеуміз тіркелеміз, ертесіне 5 адам тіркейміз, біз уже тіркелген ақшамызды шығарып алдық. Бір аптадан кейін шығарып алуға болады. Мынаны мен всегда былай айтамын, негізі на самом деле әр адамды тіркеген сайын $20 түсіп атады ғой, оны сразу моментально шығарып алуға болады. И келесі айдың басында $150, 5 адамның арқасында $30 $150 шығарып алады. Бірақ мен ана майдалап мыжымашы деймін да, тұра берсін, и так жоқ ақша еді ғой, келесі айдың басында жетісінде сен сол кезде $250 қомақты қылып шығар, күйеуіңе немесе әйеліңе қомақты ақша көрсет деп айтамын. И осылай 5 адам тіркеген кезде біріншіден сіз келесі айда $100 төлеуден құтыласыз, екіншіден сіз өзіңіздің тіркелген ақшаңызды уже шығарып алдыңыз, сіз безоплатный член. Демек, тегін клубтың тегін мүшесі болып аталасыз. Егер енді осы, мынау бірінші ұнаған нәрсе, мен осы компанияға тіркелген кезде маған бар білген нәрсем, мен ананы біліп алуым керек, ананы жаттап алуым керек, одан кейін барып айтам деген жоқпын. Мен никогда инкруз деген сөзді естімеген, кеме туралы естимін. И ертесіне қыздар осындай саяхат бар екен, видеосын жіберем, осындай кемемен саяхаттаймыз, давай бірге бастайық деп, и 5 адам тіркейміз, И сол кезде маған тек қана 5 адам тіркесең, келесі айда $100 төлемейсің. Осы нәрсені ғана білем, болды, солай бизнес бастап кеттік. Енді қараңыз, 5 адамның егер 2 адамы, сіз сияқты тегін саяхатшы болғысы келсе, келесі айда $100 төлегісі келмесе, 2 адамы болады. Мысалға сіз айтты, бүгін тіркелдіңіз, 5 адамыңызды бүгін тіркелдіңіз, соның ішінде, мен де 5 адам тіркейін деген адам шықпайды емес, шығады. 2 адам безоплаткаға шықса, 5 адам тіркеп, онда сіз маркетинг директор боласыз. Маркетинг директор. Қараңыздар, мынаның барлығы тіркеліп атқан, 295 мен тіркелема, или $200 мен тіркелема, сіздің 5 адамыңыз, не имеет значение, но мына кісі, 5 адам тіркеу үшін ол қанша мен тіркелу керек?
295 тіркелу керек, иә? И осы екі адам 295 мен тіркеледі, қалғандар $200 мен $95 компанияға кетіп жатады, и $200 олардың көк карта, сары картасына салынды. Демек, сіз 15 адам командаңызда $200 тіркелген кезде сізде қанша оборот бердіңіз? $3000 оборотқа компания, сіз осы кезде, осылай шыққан кезде 15 адам тіркелді, иә? Сіз 400.000 теңге мен 600.000 теңгенің арасында ақша жасап аласыз. Мысалға, бүгін шешім қабылдаңыздар, бүгін бастап кетіңізші. Келесі айдың 7-сінде сіз уже 7-8-інде 600 мен 400 мен 600 теңгенің арасында кәдімгідей ол шешіп алатын ақшаңыз. Сіздің саяхатқа баратын ақшаңыз, бонусный балдарыңыз бөлек, бірақ шешіп алатын кәдімгідей живой ақша, кәдімгідей шешіп аласыз. И осылай Ержан екеуміз ақылдасамыз, ода 7-8 адам тұрады, менде 7-8 адам тұрады, иә? Сөйтеміз да, мен інімді тіркеймін да, соған Ержанның адамдарын, менің адамдарымды 15 адамды бұлай тіркеп, біз 1.200.000 ба, Ержан? Иә, 1.200.000 теңге шығарып алғанбыз. Мына жерде компанияға тіркелген екен маркетингін қарап алсаңыз, тура осы 15 адаммен миллион шығарып аласыз ба, или 600 шығарып аласыз ба, или 400.000 шығарып аласыз ба, ол өзіңіздің қолыңызда. Бұл компанияға бір-ақ рет біз $295 саламыз, и то оны келесі күні біз уже 5 адам тіркеп оны шығарып аламыз, болды, бұл компанияда біз тек қана алып жатырмыз, и саяхаттарымыз бесплатно. $200 қандай ақша? 295 пен кіреміз да, $200 не деп айттыңыз? Мен түсінбей қалдым. Қараңыз, бұл жерде клиент, мынау партнерство. Тура бұл жердегі 295-тің $95 ғана компанияға кетеді, ол сіздің жаңағы договорыңыз, иә, компаниямен бизнес жасауға. $200 сіздің тура клиент сияқты счетыңызға түседі. Ана бірінші 200-ді төлегеннен бәрі шыға алмайды ғой, иә? Саяхат. Жоқ, шығады. Анау өзі бизнес та өзі. Мынау саяхатшы шыға аласыз. Сонда 295, еще 200 салуымыз керек. Қараңыз, мен мына жерде былай айттым, иә? Сіз 5 адам тіркедіңіз, 5 адамның әрқайсысы хотя бы 5 адамнан тіркесе, 5 адамның екеуі ғана 5 адам тіркесе, сізде командаңызда уже 15 адам болады. 15 адамды сіз әрқалай тіркесеңіз де болады. Или только өзіңізге тіркесіз ба, өзіңізге байланысты. Өзіне тіркелген сайын көбейе ма негізі? Көбейеді. Одан кейін бір сұрақ. Менде мынандай да $295 төлеп қойдым да. Бізде андай госслужащий бізге болмайды да, соны басқа шотқа түсіретін қылып, или сестраның, или там інілерімнің шотына, иә, солай істей аламыз ба? Соны қалай істейміз оны? Соны көмектесіп жібересіздер ғой да? Көмектесеміз. Чтоб өзім шотыма түспеу керек та ақша вообще. Ертең қаяқтан келді, не келді, ертең тағы бәле болады, иә. Мына қараңыздар, енді тағы да бір табыс нәрсе етейінші. Жаңағы 3 адамға ақша төленеді ма? Отбасымен Ана бірге баратын. жинадың ғой, сол жинаған ақшаңнан аласың, бонустық балды. Бонустық балдан Ол қалай жиналады? Өзі $200 ғана салған болса. Сен $200 кірдің, сосын ары қарата ай сайын бір 5-6 ай саласың $100-дан. 5 ай салсаң, уже 1000 бонусный бал болады сенде. Сосын 4 кісіге қарасаң, кішкене әрірек 6 ай, 1 жыл бұрын. Онда вообще дешевый, андай арзан болады круиздер. Сонда жаңағы пока 2 жыл болғанға дейін, тұрақты клиент болғанға дейін 50% круиздің құнының бонусны балмен төлейсің, 50% нақ ақшамен төлейсің. Ақшаң қайтып келеді қайтадан көк картаға бонусны бал болып. Ровно 2 жыл болғаннан кейін, сіз уже андай наличка салмайсыз. За то, что вы постоянный клиент, тұрақты, ана жинаған бонусыңыз балыңыздан 50%-ын 2-1-мен аласыз да, қалғанын жаңа аударат удвоенныйды. Ақша салмай, сол барлық бонусның балды пайдалануға болады. Бізге вообще мына клубқа келгенде пайдасын көріп, саяхаттайтын 5-6 жыл әлемнің көп жерін көретін тұрақты клиенттер керек. Баратын жерді тоже өзің таңдайсың, иә. Бірінші енді Эмираттан бастаймыз ғой, визовый. Офис бір нәрсе бар ма? Иә. Осы жер офис емес қайында. Сіздің кабинетіңізде аккаунт болады өзіңіздің. Сосын аузыңыз сіздің офисіңіз болады.
автобуста отырса сөйлейсіз, қонаққа барғанда сөйлейсіз, көшеге шыққанда сөйлейсіз, таксистпен сөйлейсіз. Офис ашық болса ақша болады. Офис жабық тұрса, мен мысалы неге келдім Шымкентке, неге сөйлеп жатырмын мен. Менің сөйлегенім каждый кісі жазылған сайын маған ақша түседі. Ақша сізді сөйлетеді. бір жыл бойы $100 тағы салып жүру керек па саяхатқа? Иә. Умра, басқасын керек жоқ саяхат. Умраға шығу үшін умра туралы ержан барып келген. ержан ана барып келген жігіт айтады қазір. Но ақша жинайсыз кішкене. Бір 5 ай салыңыз. $100-дан, иә. Кіргенде 292 мың теңге. Сосын ай сайын шамамен 45 мың теңге. Салып отырасыз, ол 2 еселеніп отырады. 6 ай 7 ай саламын. 5 ай 6 ай салып, 5 ай 6 ай. Арасында салынбай қалса ше? Арасында салынбай қалып жатса, 2 ай жарым каникул беріледі. 2 ай жарым. Сол $100 солай тұрады. Ауырып қалдыңыз, или ақша болмай қалды, например, болады ғой. Соған байланысты 90 күн негізінде. Бірақ та көп кісілер сол 90 күнге дейін әбден жақындағанда саламын деп 90-шы күн болып кетсе, алтын картадағы 2 еселенген бонус